Ауа райының өзгеруіне байланысты елдегі өзгерістер. Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті қымбаттылары. Егер осы хабарды сіз толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Тұман, көктайғақ, жаяу бұрқасын. 9 қаңтарда бірнеше өңірде ескерту жасалды. Қазгидромет РМК синоптиктері ертең 9 қаңтарда бірнеше өңірде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады, деп хабарлайды бақ.кз. Атырау облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман, көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады. Облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 метр/секунд. Атырауда түнде және таңертең тұман, көктайғақ күтіледі. Павлодар облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Шымкент қаласы 9 қаңтарда кей уақыттарда тұман күтіледі. Түркістанда кей уақыттарда тұман күтіледі. Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Қарағандыда да тұман күтіледі. Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады. Облыстың солтүстігінде екпіні 15-20 метр/секунд. Жезқазғанда кей уақыттарда тұман күтіледі. Алматы облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында кей уақыттарда тұман күтіледі. Батыс Қазақстан облысының батысында көктайғақ күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Оралда түнде және таңертең тұман күтіледі. Абай облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Ақтөбе облысының орталығында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады. Облыстың орталығында, батысында екпіні 15 метр/секунд. Ақмола облысының батысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады. Облыстың солтүстігінде екпіні 15-20 метр/секунд. Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Маңғыстау облысының батысында көктайғақ күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады. Күндіз облыстың батысында, орталығында екпіні 15-20 метр/секунд күтіледі. Ақтауда оңтүстік-шығыстан жел соғады. Күндіз екпіні 15-20 метр/секунд күтіледі. Жетісу облысының шығысында, орталығында, таулы аудандарында кей уақыттарда тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады. Алакөл көлдері ауданында екпіні 15-20 метр/секунд. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.